Енді жеңмен тізім бойынша, отырған бойынша айта берейік. Ар жағында отырған жеңгеміз Қызылордадан келген Райкүл Рая жеңшеміз. Біздің үлкен жеңгелеріміз өте тұратын. Одан кейінгі Есенәлидің нағашысы Талғат ағамыз келеді. Одан кейінгі отырған, төрде отырған ақсақалды, жауырынды, сондай керемет отырған біздің нағашымыз Бақтияр. Әр қасында отырған біздің үлкен ағамыз әулеттегі өзі бір жалпы әулетіміз бір ата Төлеген деген атадан тарағанбыз. Соның 3 жылының балаларымыз Мамайдар Көкем баласы Бақстаған келіп отыр. Енді кіреме қалады. Ар жағында біздің әкем бар, әдебиет деген дүниеден өтіп кеткен. Осыдан 20 жыл бұрын сол кісінің туған апасы Қызылордадан келіп отыр. Қасында отырған Ұлнестің үлкен шешеміз әулеттегі Ұлнесті десін. Ал енді одан кейін Есенәлидің атын қойған туған әжесі Ақлима. Біздің мамамыз. Қасында отырған Клара деген біздің жеңшеміз, біздің әкеміздің туған інісінің әйелі. Тағы да мамасы отыр, Жаңылсын деген біздің өзіміздің туысқанындай болып кеткен Думанның бос жарандары. Жаңылсын. Енді мына столға ауысайық. Төрде отырған сөздің басында айтып өттік. Қыпшақтан тараған ел болғаннан кейін, соның ішінде біздің ішімізде үлкен әулетті жалпы рудың басшысы дейді ғой, қазақта ертеректе болған ғой. Ру басы демекші. Төрде отырған Батырбек ағамызға қол соғып қойыңыздар. Бүгін қасындағы жеңгеміз Алина. Батырбек ағамыздың қасында отырған біздің үйде 3 жыл бір қыз, Думан ағам, мен, Біржан, одан кейінгі қарындасымыз Салтанат. Бәрі сол тойға қаумалап келіп жатыр. Одан кейін Алмат деген біздің ағамыз, осы әулетте бәріміз сол жаңа Шашқыдан тараған, Бошай деген одан тараған, бәрі аталас ағайындарымыз бұл жерде. Ешқандай өтен адам келген жоқ. Ар жағында Думанның бауыр болып кеткен, туысқандай болып кеткен Дәуірхан деген ағамыз, Думанның жұмысындағы үлкен қызметтегі достары, қызметкер бастығы. Оның қасында отырған кішкентайымыздан бірге өскен Сағдат деген ағамыз, тайғындай теміз өскен кластасы Думанның, бірақ біз кластасы демейміз, ағамыз болып кеткен. Бағанадан бері тағы да айтып өтейік, қасында отырған біздің інілеріміз осы бір атадан тараған Абзал мен Нұрлан. Есенәлидің туған ағасы Мұхаммед-Али тұрып қойшы. Бәрі музыка жолында. Есенәлидің туған інісі Имамали. Исатай деген үйде кешке қонақ келеді, мен үйде қалам деп, солар бәрін жайластыра берем деп қалып қой дейді. Одан кейін біздің үйде жаңа сөздің басында былай ауысып кетіп жатыр. Мен тағы да бір айтып өтейінші. Біз Думаннан кейінгі інісі бар, Ерлан есімі. Құлахметов. Мынау менің үйдегі келіндеріңіз болады. Не ете берейін, құдалығымыз ең маңыздысы мұңыздық қосын, 2 жас бақытты болсын. Рахмет. Алла осы